Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Отырамыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын балалар сіздердің алдарыңызға толықтық жұмысымызды, жұптық жұмыстарымыздың және жеке жұмыстардың тапсырмаларын алдарыңызға қойып қойған. Және өздеріңіздің сабақ соңында бағалау қарастарыңызды да қойып қойын. Алдарыңызда мынандай білім классы бойынша өздеріңізді сабаққа қатысқан бағаларыңызды өздеріңіз бағалап қоясыздар. Енді сабағымызды бастайық. Үй тапсырмаға дайын бола кетейік. Сұраққа мән беріп отырыңыздар да, айтып отырыңыздар қайсы келгеншілерге көрсетіп, сол бойынша сұраққа жауап бересіздер. Құрметті оқушылар, мен сіздерге үй тапсырмасын пысықтау мақсатында ұлттық құндылық ою әдісі бойынша ою астына жазбаша тапсырма дайындадым. Өздеріне ұнаған оюды таңдап, тапсырмаға дұрыс жауап беріңіздер. Қайсыны жауап бересіздер? Қай ойды таңдайсыздар? Кім таңдайды? Бұдан өшірейік. Кәне, сіздердің үй тапсырмасы бұл? Дүниежүзіндегі еңбек көші-қонының негізгі бағыты. Себебі кейбір әлемдерде жұмыс жалақы көбірек болғандықтан, дүниежүзі бойынша адамдар жалақы қай жаққа көбірек, сонда көші-қон жүреді. Жақсы. Келесі тағы да. Жылдамдығымыз кәне. Балалар, осы аптаның дәйек сөзі есіңізде бар ма? Патриотизм ата-анамды құрметтей білуім деген Бауыржан Оңшылы атамыздың өте жақсы бір сөз бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Патриотизм ата-анамызды құрметтеу деген. Себебі ата-анамыз біздің бойымызға қазақ екенімізді, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сіңіреді. Елімізге адал болу, ата-анамызға адал болу деп түсінемін. Жақсы. Егер біз отбасымызды сыйласақ, тәрбиенің барлығы отбасынан басталады. Біз жаңағы ата-анамызды сыйлап, жақсы оқысақ, ертең елімізге, мемлекетімізге жақсы қызмет көрсететін азаматтардың қатарынан болады екенбіз. Сондықтан осы аптада бізде өте жақсы осындай дәйек сөзіміз бар екен. Енді балалар, қазір бүгінгі сабағымызды анықтау үшін пазл бар. Сіздерге кейбіреулеріңізге телефонға жіберіп қойдым группаға. Ал енді тақтадан шығып құрайын дегендеріңіз құраңыздар да, бүгінгі сабағымызды сонымен анықтай қатыңыздар. Кім жылдамырақ екен? Орындарыңызда отырып құрай беріңіздер. Болғандарыңыз болса айтыңыздар. Қарап отырыңыздар, соң қандай тұрсты осы. Жақсы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Потенциал немесе Қазақстанның табиғи ресурсы әлеуеті. Енді балалар, осы тақырыпқа байланысты бүгінгі сабақтан не білгіңіз келеді, қандай сұрақ сіздерді қызықтырады? Қазақстанның табиғи ресурстары туралы алдарыңызда машина тұр. Сол машинаның артына сұрақтарыңызды жазып, сіздерге Сингапурлық парковка деген әдіс бар, осыған орнатып беріңіздер. Содан кейін сабақтың аяғында сол сұраққа өздеріңіз жауап бересіздер. Тез. Қазақстан табиғи ресурстары деген тақырып бойынша не білгілеріңіз келеді? Қазақстан табиғи ресурс. Сонда сабақта біз сұрақпен келіп, жауаппен шығуымыз керек. Болыңыздар. Болғандарын жақсы беріңіздер. Содан сол сұрақтарды өздеріңіз жауап алыңыздар да сабақтың соңында айтасыздар.
бойынша видеоға мән беріңіздер. Бұл адамның егей байлықтарға өте бай мемлекеттердің бірі. Еліміздің кең аумағы, алуан түрлі жер бедері, климат пен табиғи зоналар оның табиғи ресурстық әлеуетін қалыптастырады. Табиғи ресурстар бұл адамның шаруашылық қызметінде пайдаланылатын табиғат компоненттері. Олар экономиканың дамуы, халықтың тұрмыс деңгейінің және өндірістің негізгі негізі болып табылады. Қазақстанның табиғи ресурстық потенциалы елдің индустриялық астам өсімдік түрі, жүздеген жануар түрлері кездеседі. Қызыл кітапқа 279 өсімдік түрі енгізілген. Орман ресурстары елімізде аз. Түсінікті ме сіздерге? Орталық Қазақстанда, түсті металдары Шығыс Қазақстанда ұрланған. Қазақстан экспортының және мемлекеттік табысының негізгі бөлігін құрайды. Климаттық ресурстар сарқылмайтын табиғи. Енді дәптерлеріңізді ашыңыздар да бүгінгі тақырыптың атын жазыңыздар. Қазақстанның табиғи ресурстық потенциалы. Бүгінгі шарамыздың мақсаты Қазақстанның табиғи ресурстық әлеуетін бағалау, яғни потенциалын бағалау дейді. Жаңа сіздер тыңдадыңыздар. Табиғат ресурстары дегеніміз не дейді? Дұрыс айтады. Ара, шаруашылықта, күнделікте қолданылады. Енді біздің Қазақстанның табиғат ресурстық потенциалы немесе әлеуеті жоғары ма, төмен ба? Жоғары. Жақсы. Қазақстанда көптеген ресурстар көп, және Қазақстан бай. Жақсы. Қазақстан табиғат ресурстарына өте бай. Біз мысал үшін былтыр шолу жасап өтіп кеткенімізде менделеевтің қанша элементі бар деді? Қазақстанда 99 элемент жер қойнауында бар екен. Ал енді табиғат ресурстары қандай түрлерге бөлінді? Минералды ресурстар, биологиялық, жер, топырақ, жақсы, рекреациялық енді осындай түрлерге бөлініп тұр. Ал енді минералдық ресурстардың өзі қалай пайдалануға байланысты? Сарқылатын ол жалпы минерал табиғат ресурстарын пайдалануына қарай солай бөлінеді, жаңағы сарқылатын, сарқылмайтын деп. Ал енді минералды ресурстарды біз неден бөлеміз? Отын энергетика. Жақсы. Енді қазір балалар, егер тақырып түсінікті болса, сіздердің алдарыңызда топтық жұмыс істейді. Бірінші топ қарайық. Бірінші топ сіздердің минералдық және энергетикалық ресурстар. Алдарыңызда автобекет аялдама әдісі арқылы толтырасыздар. Тапсырмаларыңыз тұр. Екінші топтікі су және жер ресурстар. Үшінші топ биологиялық және климаттық ресурстар дейміз. Соны бір 10 минут уақыт берейін. Баламалы энергия көздерін көшірді. Экономикалық маңызды күштерді жетістірді. Біріншідері өнеркәсіптің дамуына. Жер қойнауы минерал ресурстарға бай болғаннан кейін бүкіл әлем көз тігеді бізге, қызығады. Біздің
жерімізде өсіреді. Жаңа айтып отырсам ғой, жер ресурстары деп. Сол жерде бізде жер ресурстары дамуы. Екіншіден жайылым, егістік деген. Есептеп жүріңіздер, калькуляторларды табыңыздар да мына есеп. Содан бір екеуіне мысал келтіріп жүріңіздер. Айында қатты темірді көрейік. Темір 465 Жақсы. Енді келесі алтынды көрейік. алтын 2 топ. Алтын 110 грамм. Адамға жан басына шаққанда 110 грамм. Немесе біздің жерімізде әлі басқадай кен орындары бар. Ол енді уақыттың еншісінде, қай жерден өндірілетіні, қай жерден ашылатынын біз оны уақыттың еншісіне қалдыра береміз. Енді балалар, сіздерге жұптық тапсырма, иықтас жұптарыңызбен отырып, парсы әдісі бойынша тез сұрақтарға жауап беріп жүріңіздер. Иықтас жұптар, иықтас жұптар. Сол жерде сұрақты жауап, соған тез жауап беріп. Кімдікі дұрыс құралады, мен мына сияқты құралу керек. Өтірік құрай салмаңыздар, екеуі сұраққа жауап беріп, сұрап отырады. Ол бұның тақырып бойынша. Биологиялық ресурстардан не жеткізеді? Тәрбие ресурстар дегеніміз содан бастайсыз. Сіздерді сол шықты ғой, жақсы. Келесі Қазақстанда мұнай мен газ қай аймақта көп шоғырланған? Жақсы. Келесі Қазақстандағы негізгі өзендердің бірі. Жақсы. Келесі Қазақстандағы қанша пайыз дейді? Орманның ресурсы қанша пайыз? Жақсы. Биологиялық ресурстарға не жатады? Биологиялық ресурстарға өсімдіктер мен жануарлар. Жақсы, биологиялық және келесі Ресурстардың түрлері қандай? Оларға минералды, биологиялық, су және климаттық ресурстар. Жақсы. Сіз сұрағыңызға жауап ала алдыңыз, келесі балым. Табиғат ресурстарын дұрыс пайдаланбасақ олар азайып, немесе мүлдем жоқ болып кетуі мүмкін. Жақсы. Алихан. Қанша жылға істеді? Жер ресурсы деген бұл адамдардың өмір шаруашылығы, шаруашылықпен айналысуы. Табиғатқа қарайды, бірақ оны аялап, қамқорлықпен пайдалану керек деген сабағымызды біз енді осылай қорытындылайық. Өздеріңізді бағалаңыздар. Қане, кім айта ғой? Мен өзімді 10 балға бағаладым, себебі осы сабақты өте жақсы түсініп, көптеген пайдалы ақпараттар алдым. Жақсы. Тағы кім? Бүгінгі сабақты жақсы түсіндім және өзіме сөз болды. Жақсы. Жақсы, мен сізге жақсы баға қою үшін, бесеге 9 қою үшін, 10 қою үшін, деген сөзіңізді 8 балға бағалапсаңыз. Мен риза болып тұрған Алдиярдың маған сұрағы бар екен. Сіздің сұрағыңызды келесі сабақта талдаймыз. Түсінікті ғой, балалар? Енді үйге тапсырма алыңыздар. Осы параграфты оқимыз 43-ті. Түсінікті ғой, свод талдау жасап бересіздер. Осы табиғат ресурстары бойынша өзіміздің аймақ, жергілікті жер, облыс, өзіміздің өлкеміз бойынша. Түсінікті ғой, балалар?